Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін агрохимия, яғни тыңайтқыштар бойынша, оның ішінде күзде қандай тыңайтқыштың түрімен тыңайтқан дұрыс деген тақырыпта сөз қозғайтын ақпарат бөлісетін. Агрохимияда жалпы қоректік элементтерді үш топқа бөліп қарастырады: макро, мезо және микроэлементтер деп. Оның аттары айтып тұрғандай, макроэлементтер өте қажетті элементтер болып табылады, яғни өсімдіктер үшін, ағаштар үшін. Ол фосфор, калий және азот. Осында латын әріптермен белгіленеді. Одан кейін мезоэлементтер деген бар. Оған біз кейінірек тоқталуға тырысайық. Өйткені бүгінгі біздің ақпаратымыз шағын ғана түсіргіміз келіп отыр. Яғни бүгінгі біз айтатынымыз күзгі тыңайту. Күзгі тыңайтуда қандай тыңайтқыштармен тыңайтқан дұрыс, оның ішінде қандай элементтермен. Негізгі агрохимияның заңдылығында күздігүні фосфор және калий тыңайтқыштармен тыңайтылады. Себебі не үшін? Өйткені фосфор өсімдіктің, яғни ағаштардың тамырының өсуіне және олардың келер жылғы салынатын бүршіктеріне әсер ететін тікелей элемент. Сол үшін біз жаз бойы оның өсіру және оның өнімді қалыптастыру, өнімді пісіруіне кеткен шығынды, яғни фосфордың шығынын біз орнын толтырып, келер жылға бабын жасауымыз керек ағаштың. Келер жылы, яғни ұйқыдан оянған кезде, яғни бойында, яғни тамырда, топырақта оған яғни фосфор элементі жеткілікті болып тұру керек. Сол үшін де біз фосфор тыңайтқышын күзде береміз. Фосфор тыңайтқыштарын. Себебі не үшін күзде береміз? Өйткені топырақта топырақ сіңіру кешені деген бар. Яғни топырақ сіңіру кешені, топырақтан пәнінен өткендер оны жақсы біледі. Қысқаша айтқанда топырақ сіңіру кешені. Яғни бұл да топырақтың ең майда бөлшегі деп айтсақ болады, ең қысқа тілмен. Яғни бұл теріс зарядталған. Бұған көбінесе, яғни бәріміз білеміз, физикада теріс заряд пен оң заряд бір-біріне жабысады. Ал біздің көбінесе фосфор тыңайтқыштарымыз плюс зарядты болғандықтан, бұлар топырақ сіңіру кешеніне жабысады күздігін берген кезімізде. Яғни ол ешқайда ыза суымен, болмаса басқа жауын шашынмен төмен қарап ағып шайылып кетпейді. Одан кейінгі тағы да бір ерекшелігі фосфордың. Бұлар фосфор жалпы тыңайтқыштары жай еритін немесе мүлдем ерімейтін деген сияқты түрге бөлінеді. Яғни олар топыраққа енгізгеннен кейін фосфор тыңайтқыштарын, мысалы суперфосфат дейік, қос суперфосфат дейік, немесе амофос дейік. Бұлар бірден өсімдікке қолжетімді түрге ауыспайды. Бұлар жайлап, баяу құбылыстардың арқасында топырақтағы ол қолжетімді түрге, жеңіл қолжетімді түрге ауысады. Яғни біздің күзде бергеніміз көктемде, яғни мына элементтің қолжетімді түріне ауысуына көп мүмкіндік береді. Сол үшін біз көктемде ағаштарға өте тиімді болады. Оның үстіне тағы да бір фосфор элементтің бір ерекшелігі, күзде бергеннің өзінде мысалы кішкене болса оның қоректенуі қысқы суықтарға төзімді болуына, яғни қайтымды аяздарға көктемде соған төзімді болуына көп көмегін тигізеді. Одан кейінгі мысалы енді оның шамасына келетін болсақ, мысалы әр ағаш, мысалы енді жеміс ағаштары көбінесе. Мысалы фосфор тыңайтқыштарын мысалы 20, 30 немесе 40 граммнан бір ағаштың түбіне сосын сепкенде оны шашқаннан кейін міндетті түрде оны топырақты қопсыту қажет. Яғни ол топырақ болатын болса, беттеріне жатпау керек тыңайтқыш. Өйткені өсімдіктің тамырлары төменде ғой. Сол үшін бізге оны 10-15 немесе 20 сантиметрге дейін шашқаннан кейін оны қопсытып тастауымыз керек мыналарды. Яғни ол өсімдіктің тамырына жақын жерде жатқан дұрыс. Сосын ағашқа келетін болсақ, мысалы ағаш дейік, ағаштың сұлбасы мына жерде шамамен 2 метр дейік, мысалы, мына жағы. Бұның тамыры одан ұзындау болады негізі. 2 есе 2,5 есеге. Шамамен сол үшін тыңайтқыш беріңіз тек қана түбіне емес, мына жақтарға да мына жерге де шашып отырсыңыздар.
Одан кейінгі маңызды элементтің бірі бұл калий. Бұл калий өсімдіктердің камбиін қалыптастырады, өздеріңіз білесіздер, оның қорғаныштық қабілетіне көмектесетін болады, қаттылығына, мысалы сабақтардың мықты болуына көмектеседі, және өсімдіктердің пісуіне, жеміс немесе түйнектердің немесе көкөністердің жалпы бойындағы қантының көбеюіне, қанты тәтті, яғни тәтті болуына көп көмектеседі. Сол үшін сіз мысалы жемісіңіздің, көкөнісіңіздің тәтті болуын қаласаңыз, калий элементінің қолжетімді болуын қадағалаңыз. Біздің негізі Қазақстан топырақтарында калий жеткілікті деп айтылады, бірақ сонда да оны сіз қосымша беретін болсаңыз, ол міндетті түрде оның минералдық түрде, яғни ол көп пайдасын тигізеді. Бұның қандай түрі бар? Бұның ең қарапайым түрі калий хлоридінің құрамында, тыңайтқыштың құрамында 60% калий болады. Яғни бұны бергеннің өзінде де, мысалы күзде бергеннің бір ерекшелігі, бұны хлор негізі өсімдікке зиян білесіздер. Ол белгілі дәрежеде пайдалы, одан көбінесе оның кішкене шектен тыс болуы өте қатты улы әсер етеді. Сол үшін мына қыста мына хлоры бейтараптана бастайды. Сол үшін көктемге калийі өте тиімді дәрежеде жатады. Сол үшін міндетті түрде маңызды бірінші біз фосфорға мән береміз күздігін тыңайтуда. Сосын калийдің де жаңа айтқанымыз қыстап шығуына да және қайтымды аяздарға да төзімді болуына көп көмегін тигізеді. Одан кейін жарайды ең соңын азотқа тоқтайтын болсақ, азот не үшін? Азот көбінесе білесіздер, ол өсімдіктің жалпы қысқа тілмен айтқанда өсуіне көмектесетін элемент, макроэлемент. Яғни сіз бұны күздігіне беретін болсаңыз, немесе жаздың екінші жартысынан бастап беретін болсаңыз, ағаштың сабақтарының, бұтақтарының өсуіне, яғни өсуіне жауап бергендіктен, яғни оны ары қарай өсуін дамытып жүреді. Ағаштың вегетациясын, яғни өсу мерзімін ұзартып жүреді. Яғни ол қысқа дайындалмайды, яғни ұйқыға дайындалмайды, ол керісінше өсіп кететін болады. Ал біздің аяздар келетін болса, одан кейін ол дайын емес қыстауға, сол үшін көбінесе үсіп қалып жатады. Немесе оның толық үспесе де майда бұтақтары үсіп қалып жатады. Сол үшін азот тыңайтқыштарын жалпы тамыз айынан кейін, тамыз айына дейін, немесе шілде айының ортасынан бастап азот тыңайтқыштарын мүлдем алып тастауға да болады. Өйткені ол біздің жаңа айтқандай вегетацияға жауап бергендіктен өсуіне, ол күзде беруге ол кері әсерін береді көбінесе. Егер де біз оны күзде азот тыңайтқышын беріп тастасақ болсақ, онда біз өсімдікке зиян жасадық деген сөз. Яғни біз қысқа дайындаудың орнына біз оны аязға былай айтқанда ұстап беріп тұрмыз деген сияқты. Одан кейін мысалы азот тыңайтқыштарын көбінесе біздің нарықтағы азот тыңайтқышы ол селитра деп айтады. Бұл мынандай тыңайтқыш NH4, NO3 деген. Яғни бұл құрамында 35% азот бар. Ал мынау минус, теріс зарядталған. Мынау плюс білесіздер. Жаңа топырақ сорының кешені минус дедік. Мынау мысалы нитрат түрі негізі өте тез қолжетімді негізі өсімдіктер үшін. Бұл минус болғандықтан топырақ сорының кешені бірікпейді бұл. Бірікпейді. Сол үшін бұл су топырақ ерітіндісіне түсіп кетеді. Егер сіз бұны күзде беретін болсаңыз, сонда да мысалы дейді, егін жоқ жерге мысалы көктемге дайындайын деп. Онда сіз мынау нитраттан айырылып қалдыңыз деген сөз. Не ол жауын суымен төмен шайылып кетті, немесе басқа жаққа, яғни өйткені топырақ сіңіру кешені бірікпегендіктен бос қалыпта болады да, не төмен түсіп кетеді, не жоғары көтеріледі. Яғни ол сіз нитрат тыңайтқышынан айырылып қалдыңыз деген сөз көбінесе. Сол үшін бұл азот тыңайтқышын көктемде бересіздер. Енді бүгінгі сабақтың қорытындысы бойынша күзде фосфор, калий тыңайтқыштар өте маңызды. Осыған мән берейік. Өйткені жаңағы өткен видеоларымызда жиі қайталаймыз. Биыл жеміс ағашымыз көп берді, келер жылы демалады, немесе былтыр көп берді, биыл демалып жатыр деген сөз. Ол көбінесе біздің өзіміздің өсімдіктің бойындағы физиологиялық құбылыстарды өсімдіктің биологиялық ерекшелігін түсінбегендіктен болып жатады көбінесе, сорттық ерекшелікті қоспағанда. Сол үшін біз өсімдікке келер жылға бойына күш-қуат жинайтындай, оның иммунитет жоғары болатындай, және оның келер жылға өнім түзетін, жеміс беретін бүршіктердің көп болу, және оны толық жеміс беріп, жемісті жетілдіруіне көмегіміз тигізейін десек, онда біз күзде фосфор, калий тыңайтқыштарына қатты мән берейік. Сосын тағы да келер жолы күздігіне берілетін микроэлементтер туралы қысқаша сабағымыз болады. Бұл біздің бүгінгі агрохимияға қатысты кішкене сабағымыз. Егер де сұрақтарыңыз болатын болса, комментарий қалдырыңыздар.
және комментарийде міндетті түрде менің жеке WhatsApp номерімді қалдырамын. Соған өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса соған жазсаңыздар маған жеңілдеу болады соған жауап. Өйткені ол жерде мен қосымша суреттер сұратуым мүмкін, фотоларын, ағаштарын. Сол лайк басыңыздар, біздің каналымызды бөлісіңіздер, ұнап жатса астына бір жылы лебіздеріңізді қалдырсаңыздар болады. Сау болыңыздар.